Тауарларды умак программасына қалай енгізу керектігін өткен видеода көрсетіп өтіп едік. Енді келесі қадам бізде дүкенімізде бар тауарларды есепке алу, яғни оприходын жасауды қарастырып көреміз. Ол үшін жеке админдік кабинетімізге кіреміз. Жеке админдік кабинетімізде товары бөлімінде оприходы деген батырманы басып, мұнда штрих-коды деген бөлімге басып, тауарымызды штрих-кодын сканерлейміз. Мінекей бізде тауарды атауы шықты. Якобс кофе 95 грамм. Количествоға товарды есептеген санын жазамыз. Мысалы, бізде бұл 20 болсын. 20 деп есептедік. Текущий остаток на складе 0 деп көрсетеді, себебі бұл товар әлі есепке алынбаған. Келесі единица измерения, бағасы, закупочная цена, наценка, продажа. Оның барлығы сіз товар енгізген кездегі мәлімет шыға келеді. Барлығын және бір тексеріп, сосын провести деген батырманы бассақ, товарымыз есепке алынады. Енді елестетейік, сіз қате жібердіңіз, және де сол оприходованияны жою керек болып тұр. Ол үшін оприходование бөліміне қайта ораламыз. Удалить выбранный деген бассақ, сіз жасаған оприходование жойылады. Дәл осылай дүкеніңіздегі бар товарларды есепке алып шығу қажет. Сізде склад қалыптасса да, бұл дегені сізде дүкеніңізде қанша товар бар екенін сіз системадан көріп отыра алатын боласыз. Тағы да кейбір кәсіпкерлер оприходование жасауды, яғни есепке алумен приемканы қабылдаумен шатастырады. Оприходование мен приемканы арасындағы айырмашылығын түсіндіре кетейін. Оприходование дегеніміз бұл дүкеніңіздегі бар сатып алынған товарды есепке алу. Ал приемка деп сауда фирмалардан жаңадан келген түсімдерді приемкамен өткізуге болады. Бастысы сол екеуін шатастырмастан дүкеніңіздегі бар товарларды оприходованиямен есепке алыңыз, ал сауда фирмалардан жаңадан келген түсімдерді приемкамен өткізсеңіз, сонда шатасу болмайды.